Алғашқыда осы психбольницаға жатқан кезде ғой, бірінші рет сіңлім артынан келген ғой. Мен ана есіктен зомби сияқты болып шыққан ғой. Сіңлім жылап үйіне барып ұйықтай алмай қойған. Сөйтіп содан кейін маған келмей қойды. Қатты үйіне барып, қатты жылап, жаман болған да. Содан кейін мамамдар шығарып аламыз деп не қылды, бірақ психбольницаға бір түссең 45 күнсіз шығармайды ғой. Оның үстіне жалбы түсе берген, маған жалбы түсе берген соседтерден. Сонымен таңғы завтрагам қыздар 58, мидың бәрін қалып келді. Мидың бәрін алмастырды. Сол жаман ойлар, қорқыныш үрей, панический атаканың бәрі кетті осыдан. Міне сол психотропный дәріден зомби болып қалғанбыз, робот болып қалғанбыз. Психбольницаның наркотический дәрісін ішеміз, ұйықтаймыз, тұрамыз, тамақ жейміз. Қойлар сияқты ауласына шығарып тастайды. Мынандай кішкене ауласы бар. Бәрімізді қойлар сияқты айдап шығады. Сол жерде обед болғанша жүреміз. Немесе ужин болғанша чехия жастан кейін тағы шығарып тастайды. Күн жылы болса аулаға шығарып тастайды. Жамыр жауған күні, қар жауған күні бір залдың ішіне айдап апарып қамап тастайды. Сол түрмеден бес бетер ғой, түрмеден бес бетер. Ол жерде жатқанша түрмеде жатқан жақсы шығар дейсің. Осы қалыпқа келді. Құдайға сансыз шүкір, Аллама сансыз шүкір. Мидың бәрін сол наркотический дәрілерден тазалады. Дірілдеп, қалшылдаған бәрі кетті. Бір орында отыра алмайтын қыздар. Соның бәрі кетті ғой, тазалап тастады. Көп қыздар мынаны ішіңіздер, кәдімгідей ішіңіздер. Питание жетіспегеннен миға мынау денеміз бәрі клеткалардан тұрады ғой. Питание жетіспегеннен минералдар, амин қышқылдар, бүкіл макро микроэлементтер жетіспегеннен сондай отклонение болады. Кейбіреулер мидан кетеді, біреуі басқа органдардан кетеді. Сондықтан питание жеңіз қалыпқа келесіз. Чем робот болып, ананы жеп алып, робот болып жатып, ұйықтап, тұрып, жүріп өміріңізді өткізбеңіз. Арман, мақсаттың бәрі жоқ болады наркотический дәріден. Іштенке ойланамай қаласың, іштенке